Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода витаминге бай, денсаулыққа пайдалы салат дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге жас қияр, жас капуста, құтыдағы жүгері және майонез қажет. Ең алдымен капустаны қабығынан аршып тазалап, жіңішке соломка етіп турап шығамыз. Капустаның қатты жерлерін алып тастаймыз да, жұқа жұмсақ жерлерін соломка етіп турап шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, бұрын-соңды менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға міндетті түрде тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті үй жағдайындағы өте оңай, қолжетімді заттардан неше түрлі рецепттер бар. Пайдаларыңызға жарасын. Капустаны турап болдық, енді ыдысымызға саламыз. Келесі қиярды жіңішке етіп турап шығамыз, және көк пиязды да қосып тураймыз. Көк пияз қосып турау міндетті емес, өз қалауыңыз. Бұл салат әсіресе артық салмақтан арылғысы келіп жүрген ханымдарға тіптен пайдалы. Майонез қоспайтын болсаңыздар, орнына май қосып араластырып жасасаңыздар да болады. Немесе қаймақ араластырып. Енді дәміне қарай аздаған тұз салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Капустаны осылай қолымызбен мыжып дайындап аламыз. Қиярды саламыз және құтыдағы жүгеріні саламыз. Майонезді саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған салатты тарелкаға орналастырамыз. Міне осымен пайдалы салатымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.